Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі дайындайтынымыз холодец. Малдың сирақтарын жуып дайындап аламыз. Енді дайын тұрған сирақтарымызды суға саламыз. Суды қанша мөлшерде құйдық, осы мөлшерге пісіреміз. Оның үстіне ешқандай еселеп су құймаймыз. Егер де еселеп су құйылған жағдайда, холодеціміз мөлдір болып шықпай қалады. Сирақтарымызды пісіріп, жақсылап ыдысымызға түсіріп аламыз. Сүйектерден еттерін ажыратып, барлығын жақсылап турап, сәбізімізді, чесногымызды барлығын дайындап қойып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мен әдемілеу үшін өзіме перецтарды кубиктап турап салдым. Қазір енді осы сорпасына кері барлығын жақсылап салып, араластырып, қайнатамыз. Енді мінекей қара бұрышын салдық. Тұзын мен басында салғанмын. Дәміне қарай тұзын, бұрышын саласыздар өздеріңізде. Енді мінекей дайын болған холодецімізді ыдысымызға құйып, қатыруға жібереміз. Холодеціміз дайын болды. Өте дәмді әрі мөп-мөлдір болып шықты холодеціміз. Барлықтарыңызға жасауға кеңес берем. Жасап көріңіздер. Қарағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылыңыздар.